Әлемді түсіну үшін адамды түсіну керек деп кетіпті адамзаттың ойшылдары. Ал кеудесіне бүкіл ғалам сиятын адамды, сырлар әлемін оқитындар, ақындар ғой ендеше. Кейде біздің халықты өмірдің мәніне ең жақын жасап жүрген халық па деп қаласың. Өйткені ақын халық едік қой. Алашапқын мына өмірде адамдарды жырымен жұбатып, рухына нұр түсіріп жүрген ақындардың кәсібі мәңгі қадірлі. Иә, ақындар мен ақындардың өлеңі мен бұл дүниенің сұлулығы мәнді шығар. Мына дүниені жүрегінің уілімен әлдилеп, нұрына бөлеп жүргендердің бірі Бөлеш Қалиұлы. Айланып ойым өртке тасқа жаным, бір әнді таусылмайтын бастағамын. Қиялдың теңізіне қармақ салып, аңдығам арманымның ақшабағын. Ғашық қып, сырға мені, жырға мені, көзбе-көз түн ұйқымды ұрлап еді. Ұйқымды ұрлатқанда, жырлатқанда, қайтейін халық әні бір бала еді. Сол әнмен үмітім де нұрланатын, шоқ болып жүрегімде жыр жанатын. Аңырап арманымның қоңыр желі, жанымның қызғалдағы ырғалатын. Атымды білді оқырман, не білмеді, бұтақтап балапан жыр тебіндеді. Жазғаным жадыраған жан сырымның құйқылжып қуалай соққан қоңыр желі. Мін осылай поэзия көшіне ақботадай желкілдеген жыр шумақтарын тіркеген лирик ақын Бөлеш Қалиұлы 1945 жылы 15 сәуірде Алтай аймағы Қаба ауданының Тасқала топырағында өмір есігін ашады. Ертіс, Алқабек, Білезік өзендерінде бар қасиет, ананың сүті, әкенің күші мен тумысынан дари туған сәбидің балаң қиялын осы өлкенің көркем табиғаты ерте қанаттандырады. Мүкейдің күйлерін тыңдап, Шәмен Исаұлы мен Құрманбек Сахарин жырын жаттап өскен болашақ ақын 1979 жылы Алтай газетінде жариялаған Бәйгетөбе атты өлеңімен тұсауын кеседі. Жетіқабаның бойында туған ауылыңыз Көлбайда бір әңгіменің сәті түсіп жатыр. Өзіңіз сонау 80-ші жылдардан бері осы әдебиет шебіне келіп, негізінен осы лирика жазумен шұғылданып келесіз. Енді өзіңіздің осы лирика жазуға ұстанған жолыңыз, сонымен бірге өлеңге қояр өлшеміңізді біле кетсек. Жақсы өлең нәзік лирика немесе асқақ романтика болу керек. Осы лирикасы жоқ, романтикасы жоқ өлеңдер менше болған толыққан өлең болмайды. Енді қазақ поэзиясында лирика басымда, романтикалық өлеңдер негізінен саябырлау, аздау. Өлең деген менше басқа нәрсе, біз өлең деген жан сезім. Өлеңде не сезім жоқ, не лирика көңіл күй жоқ болса, ол өлең болады, ол өлең тегінен ұйқас. Ал осы күні көптеген адамдар, ақындар өлеңді ұйқас деп есептейді де, өлеңді техникалық жақтан игереді. Ол әдетте өлеңнің жан сырын игере алмайды. Сондықтан өлең сапасыз деген нәрсе келіп шығады. Осы күнде өлең жазғыштар көбейіп кетті. Бұл өлең жазғыштар көбейіп кеткенің өзі анша дұрыс жұмыс емес. Өлеңді 20-ға дейін әркім жазады. 20-дан кейін не ақын жазады, не ақымақ жазады дейді. Бұл ойнап айтса да ойлап айтқан сөз. Осы күнде бір топ адамдар ақындықпен жазып жүр. Бір топ адамдар ақымақпен жазып жүр. Өзің жазғаны көрсең ұяласың. Кейбір жазушылар шығармасының тиражбен мақтанып жатыр, кейде тиражбен мақтанға келмей қалады. Шығарма сапасы керек қой. Менің өзімнің көз алдымда тұратын жастар тұрады. Менің өлеңімді жастар оқысын деп ойлаймын. 82 жылдан бастап, 80 жылдан бастап махаббат тақырыбындағы өлеңдерді бір жазып жүрмін. Бірақ мен өзім ондай бір ақынмын деп өзімді ойлап көргем жоқ. Махаббат мәңгілік тақырып. Әбділда деген адам бір өлеңінде ол яриға қайта келсе жас шағым керек етпей жақсы өлеңнен басқаның бастар еді махаббатың дастанын дейді екен. 70-ке келген адам осындай болып отыр ғой. 18 жастағы жазсын, 25 жастағы жазсын, 50 жастағы жазсын, жеткізіп жазу. Бұл не айтпаған нәрсені айту. Өлең деген нәрсе менше болғанда 30-ға дейін қалыптасып болады. Ақын жақсы ақын болу үшін шығатын биігіне 30-да шығады. Мұқағали 30-да шығып тұрған, Төлеген 30-да шықты, Пушкин 30-да шықты. Ал 30-дан кейін оқтын бір жақсы өлеңді жазуы мүмкін. Бірақ сенің биігің, әсіресе поэзиядағы биігің 30-да сұрақтатып келеді. Қазақ тілі солғындап кетті. Мәселен, Безбектің өлеңдерімен қазіргі жастардың өлеңін оқысаң, тіл деген нәрсе екі түрлі нәрсе. Поэзия тілден айырылмау керек. Поэзиялық тіл деген жүрек тіл деп Әбділда айтады. Поэзия тілден айырылса поэзия болмайды. Мейлі жаңаша болсын, мейлі күнеше болсын, бұл қай формада жазсаң да тіл жақсы болу керек. Қоңырқай бабам қой айдап,
Қоңыржай тауды таңдапты. Мекенім таулы кең аймақ, сабырым таудай, салмақты деп, Шусанның исан қыған, даланың саумал самалындай, жалбыз дәмді жырларын өзбей жариялап, оқырман жүрегіне жол тартқан Бөлеш Қалиұлы, әдебиетіміздің өркендеуіне азаматтық тұрғыдан ат салысып, әдеби сын есте жанрымен де тынбай шұғылданды. Шабытты жырдың шал құйрығы, үзілмеген өлеңнің жез бидасы. Қайран, ақ сұңқар, ақын қатарлы сын мақала естелері ел жүрегінде. Сол 80 жылдардан бергі поэзиямен қатар осы әдеби сынға да атсалысып келе жатқан жайыңыз бар. Ендеше сол кезде әдеби сындар біршама көбірек жазылып, кейін тоқырақ болған. Бұл туралы да әртүрлі пікірлер айтылып жүр қазір. Енді сіздің айтар қандай көзқарасыңыз бар бұған? Әдебиет сыншысы болу үшін үлкен білім қажет қой. Әдебиет назариясынан, әдебиет тарихынан, әдебиет практикасынан үлкен білім болу керек. Осының екінің бір сыншы болғысы келеді. Оның бәрі әдеби сыншы бола алмайды. Өйткені оның назариялық қуаты ақыннан жоғары болмағаннан кейін әдеби сыншы бола алмайды ғой. Ол білімге жазған болады. Жазған біреулер басады, оны сын жазып жатырмын дейді. Әмелиет ол сын емес, әдетте бірдемге ғой онда. Әдетте менің сыным секілді көкшелақ сындар. 80 жылдардың басында бір жақсы әдеби сын шыққан. Осының біздің сыншымақтарымыз бастапқыда көрмеді, кейін өте қошаметшіл болып кетті. Яғни анарақ айтқанда әркімге әнімен жақты ғой. Мына сынның объектісін сараптамайды, сараламайды. Сен сын жазбаған сын көтере ме жоқ па? Битке пышақ суырғандай бір жап-жас жігіт, жап-жас бала бұрын ешқандай тәжірибе жоқ бір повесть жазса, соның повестін тас талқан қылып сындайды. Қажет жоқ. Ол сын көтермейді ғой. Сынды көтереді адамға жазу керек. Өзіңе бір сын жазса, менше мақтанам мен. Менде сын көтеретін дәрежеге жеткен екенмін. Елге ел мені осындай бір пысқан автор деп қалады екен деген сияқты нәрсе болу керек. Жастардың қазіргі беталыстары бұрынғы тебіннен өте тебінді. Ал енді жастардың бір ағымында Ерлан Нұрзұқандардың ағымы бар. Бұл ағымға бір адамды қарсы тұрады, мен бұған қарсы емеспін. Өйткені басқа ғылым дамиды екен. Поэзияда бір ғылым бұда даму керек. Өзі базарға бәрін салу керек. Өзі ана алармын, керегін алады. Жастар үшін дәстүрлі поэзиядан гөрі осы заманғы жаңа поэзия жастар үшін өте қажет нәрсе. Ерландардың поэзиясы біз үшін өте қажет поэзия. Омарғазы поэзиясы біз үшін қажет поэзия. Оны қажетсіз, оны түсініксіз, ұғымсыз деуге келмейді. Өлең ең жақсы аудармаға түсетін болу керек. Біз дүниеге танылу үшін, яғни Нобель сыйлығын алатын болсаң, біз Нобель сыйлығын Боянның шығармалары бұл қалайда шет тіліне аударылды. Аударылмасы мүмкін емес қой. Сонда біздің дүниелік биікке шығатын шығармаларымыз қалайда шет тіліне, басқа ұлттың тілінде танылу керек. Қазақтың қазір қара өлеңдері көбінесе аудармаға толық келмейді. Бір топ адамдар қарапайым оқырман үшін жазып жатыр. Ал үздіктер осы заман поэзияны жарату керек. Қуатты жырлары мен көп жазармандардан оқшау шауып келе жатқан Сартабан ақынның қуалай соққан қоңыр жел өлең жинағы қазақтың дәстүрлі құсбегілік өнер атты ғылыми кітабы жарық көрді. Енді мынау мәдениетіміз болсын, әдебиетіміз болсын, бүкіл әлемге өріс алу үшін әрине сол тілді көпірді аттап өту керек, аударма керек. Енді қазір де аударылып жатыр. Өлең болсын, жаңағы әндер болсын. Өзіңіз енді бір оқырман, бір көрермен ретінде бұған қандай көзқарас айтасыз? Ұшқан құстай мәдениет қазір мына аудармаға да бет алды ғой. Аударма бет алу өте жақсы нәрсе. Қазақ авторларының шығармаларын, қазақ авторлардың өлеңдерін қазақ оқырманына таныстыру бұл өте қажет. Бұны қазір бастап істеп жатыр. Жоқтан бар жақсы. Бірақ бұнда да аз нәрсе сақталып отырған жоқ. Өлең деген нәрсені аудару менше болғанда қалай болар екен? Біздің аударушыларымыздың өзі біреуді өлең жаза алмайды. Солар пәленбайдың өлеңін, түгенбайдың өлеңін қаншасын аударады. Менше болғанда осы үлкен жауапкершілік емес. Өлең деген нәрсе менше болғанда аударылмайды. Өлеңді ең жақсы мазмұнын сақтап, қазудың ақыны, қазу тілінде соны қазудың өлең фасоны бойынша, қазудың бойынша өлең қайта жазу керек. Біздің қазағымыз тік аударма. Сөздің аудармасы. Одан кейін менің бір байқауымда қазу поэзиясы мен қазақ поэзиясы үлкен сәйкеспейді. Қазақтың поэзия деп жүрген нәрсе мен қазақ қазу поэзия деп жүрген көзқарасында поэзиялық құрылымында, поэзиялық түсінігінде, поэзиялық нәрсесінде екеуінде үлкен фарқ бар. Екеуі көп
әмпе-жәмпе болып кетпейді. Орыс поэзиясымен қазақ поэзиясы қоян қолтық болып кеткен. Осыны Либей Дуф өлеңдерін аударып жатыр. Бұлар да мазмұн жағынан. Мазмұн жағынан жеткізіп жатыр. Бұлар өлеңдік лирикаға өлеңдік немедегі толық жетіп кеткен жоқ. Мәселен, Мао Цзэдунның бір өлеңі бар. Тянга үйінден, Уаңдуан Нәмфиян, бұдау шаңшын фи қалған дейді. Осыны біз аударды. Немене зеңгіргөк ақша бұлтар қалықтаған оңтүстікке тырнышады. Ұлы қорған түбіне жетеміз емес біз ез дейді. Аударма. Ал осыны орыстар қаншысын орысшаға аударып, орысшадан қазақшаға аударыпты Қазақстан. Құшады қардан суық бұлттар шуап, қайдаты туған жерге қаздардағы. Ұлы қорған түбіне жетелмесе Қытайда туған ұлдың аз болғаны дейді. Міне, осыны оқысын бауызыңды ақын емес деп кім айтады? Баспас аударма поэзия болмайды. Поэзия қалайда шеңберден шығып еркіндікке кету керек. Мақала, эссе, өлең толғау, ән текстері автономиялы районымыз көлеміндегі аламан бәйгелерден келіп, сан мәрте марапат төрінен көрінген автор, шіркін мен Көлібайға барар мекем, сағынып байыр ғанге салар мекем, сарғайып мені тосқан жалғыз ағаш, адаспай іздеп мені табар мекен деп, ақжал шабыт жетегінде алғы күнге тартып барады.